Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз өрнектер, яғни узорлар туралы түсірілімнің екінші бөлімін бастаймыз. Бүгінгі бөлімде тағы да біз 5 түрлі өрнекпен, яғни узормен таныс болатын боламыз, және оны қалай құрастыру керектігін үйренетін боламыз. Естеріңізге салып кетейін, алдыңғы бөлімде мен керемет 5 узормен таныстырған болатынмын. Оны қалай құрастыру керек, жіберіп алмаңыздар, алдыңғы бірінші бөлімді қарап алыңыздар. Енді бүгін біздер тағы да 5 узормен таныс боламыз. Түсірілімімізді бастамас бұрын менің каналымды қолдап тіркеліп кетіңіздер, лайк, пікір қалдырыңыздар. Егер сіздерге ұнап жатса осы узорлар құрастыру, онда комментарийға мен үйрендім, мен құрастыра аламын деп пікір қалдырып кетіңіздер. Сонымен бірінші узорымыз жылан деп аталады. Сол узорды бастап көрейік. Ол узорды кез келген бағытта ұстай береміз. Көбегімізді бастайық. Жоғары, арты 2 рет, сол, асты, арты сағат тіліне қарсы, фронт, сағат тіліне қарсы, асты, жоғары кері, сол кері, оң, фронт кері, асты 2 рет, оң кері. Қараңыздар, осындай жылан деп аталады бұл өрнектің түрі. Яғни біздің рубик текшеміздің бойымен міне біртүрлі жылан тәрізді өтіп бара тұрғандай болып көрініп тұрады. Яғни міне жалғасып жатыр. Әдемі көрініс, яғни көріп тұрсыздар. Осындай өрнек пайда болады. Кері орнына келтіреміз. Дәл осы алгоритмдерді кері бағытта орындап шығамыз. Оң сағат тілімен, асты сағат тіліне қарсы 2 рет, фронт сағат тілімен, оң кері, сол, жоғары, асты сағат тіліне қарсы, сол, фронт кері сағат тіліне қарсы, арты, асты сағат тіліне қарсы, сол сағат тіліне қарсы, арты сағат тіліне қарсы 2 рет, және жоғары кері. Міне біздің көбегіміз орнына келді. Келесі біздің екінші орындайын деп отырған узорымыз, яғни өрнегіміз, тағы да жылан тәрізді, змея дейді орысша, орындап көрейік. Бұл өте оңай орындалады. Бастаймыз. Кез келген бағытта ұстай берейік. Мен көк түсін әдетте алға ұстаймын. Фронт, арты, оң, сол. Осы алгоритмді 3 рет орындаймыз. Фронт, арты, оң, сол. Фронт, арты, оң, сол. Міне, аяқталды. Мынандай жылан тәрізді өрнек шығады. Яғни змея. Міне.
көбегіміздің бойымен жылан тәрізді жүріп бара жатқандай осындай өрнек шығады, яғни жалғасып жатыр да. Міне келесі өрнегімізді жасамас бұрын дәл осы комбинацияны қайталап өтеміз. Орнына келтіру үшін фронт, арты, оң, сол. Фронт, арты, оң, сол. Фронт, арты, оң, сол. Міне орнына келді. Келесі бізде жолақтар деп аталады. Жолақтар, полоски орындап көрейік. Фронт 2 рет, оң 2 рет, сол 2 рет, арты 2 рет, сол 2 рет, фронт 2 рет, арты 2 рет, оң 2 рет. Міне аяқталды. Осындай жолақтар пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай міне жолақтар. Яғни жоғарғы сары түс пен төменгі ақ түс қозғалмайды. Бана жылан екінші өрнегімізде дәл сондай болды. Жолақтарда да қозғалмайды. Орнына қайтару үшін дәл осы комбинацияны орындай береміз. Фронт 2 рет, оң 2 рет, сол 2 рет, арты 2 рет, сол 2 рет, фронт 2 рет, арты 2 рет, оң 2 рет. Міне орнына келді. Келесі біздің өрнегіміз немесе узорымыз бұл қосу таңбасы деп аталады. Яғни орысша крест. Бастап көрейік, жасап көрейік. Сол 2 рет, оң кері, арты 2 рет, фронт 2 рет, асты 2 рет, арты 2 рет, фронт 2 рет, сол 2 рет, оң 2 рет, жоғары 2 рет, оң кері. Аяқтадық. Міне осындай қосу таңбасы шығады. Яғни рубик текшеміздің барлық бағытында қосу таңбасы шығады. Көріп тұрғандай былай ұстаса да мысалы әдемі көрінеді. Барлық жерінде қосу таңбасы бар. Енді орнына келтіру үшін осы комбинацияны қайта орындаймыз. Сол 2 рет, оң кері, арты 2 рет, фронт 2 рет, асты 2 рет, арты 2 рет, фронт 2 рет, сол 2 рет, оң 2 рет, жоғары 2 рет және оң кері. Рубик текшеміз қалпына келді. Енді соңғы бүгінгіге сіздерге көрсетейін деп тұрған узорымыз, өрнегіміз соңғы өрнек. Бұл ерекше өрнек бүгінгіге. Яғни жіберіп алмаңыздар, соңына дейін қараңыздар. Бұл ерекше узорды. Яғни бұл
узордың аты кубиктегі, яғни кубик текшесіндегі шахмат деп аталады. Бастайық. Өте ерекше. Жіберіп алмаңыздар, қараңыздар және жасап үйреніңіздер. Оң, жоғары кері, сол, жоғары 2 рет, фронт, жоғары кері, оң 2 рет, жоғары, оң 2 рет, асты, арты, оң 2 рет, фронт 2 рет, жоғары 2 рет, сол кері, асты 2 рет, оң кері, асты 2 рет және сол 2 рет. Міне, аяқталды. Міне, осындай узор өрнек шығады. Әдемі. Яғни бұл узордың аты кубиктегі шахмат. Міне, шахмат тәрізді. Кубиктің ішінде кубик тұрған сияқты шахмат узорын жасалып. Яғни әдемі көрініс. Қайтадан орнына келтіру үшін осы алгоритмдерді кері қарай орындап шығамыз. Асықпай, шатыстырмай кері орындап шығамыз. Сол 2 рет кері, асты 2 рет кері, міне кері, оң, асты 2 рет кері, сол, жоғары 2 рет кері, фронт 2 рет кері, оң 2 рет кері, арты кері, былай қарай, асты кері, оң 2 рет кері, жоғары кері, оң 2 рет кері, жоғары, фронт кері, жоғары 2 рет кері, шатысып кеттік, жоғары 2 рет кері, былай қарай, сол кері, жоғары және оң кері. Міне, рубик текшеміз өз қалпына келді. Сонымен бүгін сіздерге 5 өрнек узорды көрсеткен болатынмын. Егер видео ұнаса, узорлар ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі тағы да узорлар шығаратын болармын. Осы видеом 200 лайк жинаса, келесі узорларды шығаратын боламын. Достар, лайк басып қойыңыздар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта ерекше кубикті құрастыратын боламыз, үйренетін боламыз. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет видеоны тамашалағандарыңызға.